Ал ауырып, сырқаттанып жүрген бауырларымызға айтайық, уайымдамаңыз. Неге мен деп сөйлеп қоймаңыз. Бұның жақсылықтары бар. Шындап келген кезінде ауру бұл нығмет. Өйткені қараңыз, екі жақсылығын айтайын. Біріншісі, ауырған адам Алланы еске көбірек алады. Байқайсыздар ма? Біз сау күнімізде ұмытамыз. Ауырған кезде «Я Алла» деген сөз бізде көбейеді. Бұл Алланы еске алуға үлкен жолдың бірі ауру. Екіншісі, бұл ауру сіздің күнәңіздің кешірілуіне себеп болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтпай ма? Адам баласының басына түскен ауыртпашылыққа, қиындықтарына, жоқшылығына жараса, оның күнәлары кешіріліп тұрады. Тіпті оның аяғына кірген тікен, кішкентай тікен аяғыңызға кіреді. Осыған жараса, Алла тағала сіздің күнәңізді кафарат етеді. Өзіңіз ойлаңызшы, мына кім жүрмеген жол? Талай адам жүрген бұл жерден. Бірақ бір тікен сізді күтіп жатыр да, басасыз, аяғыңызға жаңағы тікен кіріп кетеді. Алла тағала осы тікенді сіздің аяғыңызға кіруін қалап тұр. Сіздің күнәңіздің соншалықты кішкентай болса да кешірілуін қалап тұр. Сіз айтасыз, ой, бәле болды ғой мына тікен. Неге менің аяғыма кіреді? Артындағы жақсылықты ойламаймыз. Қарашы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір күні алдында топырлап адамдар тұрады, соның ішінде бір өте мықты келген, жаңағы денесі ірі бір бәдәуи тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған қарап айтады, сенің денеңде мынандай аурулар болған ба деп сұрай бастайды. Денең қызған ба? Қызуың көтерілген бе дейді. Ол қандай ауру деген кезінде айтады, ет пен терінің арасында денең қызады дейді. Температураны айтып жатыр. Ет пен терінің арасында қызу көтеріледі дейді. Сонда анау бәдәуи, мен өйтіп ауырған емеспін дейді. Онда сенің басыңда шаншу қадалған ба дейді. Басың ауырған ба деп сұрап жатыр да. Баста үлкен, қараңыз, түсіндіріп жатыр. Баста майда-майда көп талшықтар болады. Соның біреуі ғана әшейін шаншу қадалады. Сіздің басыңыздың ауырып, миыңыздың ашып кетуіне жеткілікті болады. Осылай сенің басың ауырған ба сыздап дейді. Анау айтады, жоқ, менің басым ауырмаған. Жалпы мен өмірімде ауырған адам емеспін деп жаңағы тәкаппарланып бұрылып кетеді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, тозақы адам көргілерің келсе, мынау адамға қараңдар дейді. Жалпы айтқымыз келген ағайындар, ислам не болған жағдайда да адамның көңілін көтеретін, не дейді, рухыңды көтеретін нәрсе бұл. Ары қарай анау тығырыққа тығып тастайтын нәрсе емес. Исламда барлық нәрсеге жол бар. Ауырдыңыз ба? Бұл күнәңізге кафарат. Жоқшылық ба? Бұл сізге қияметте есебіңіздің жеңіл болуына мүмкін бір себеп шығар. Сол үшін ауырған бауырларымызға айтар едік, Әлхамдулилля деп айтыңыз. Өйткені сіздің басыңыз ауырған шығар. Ауруханаға барсаңыз, жүре алмай, сөйлей алмай, тілден кеткен талай адамдар жатыр. Сіздің ауруыңыздан да аурулар, үлкен аурулар бар. Оларға қарасаңыз, сіз өзіңіздің ауырғаныңызды ұмытып кетесіз.